Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздерменен қазақ әдебиеті сабағынан өтетін жаңа тақырыбымыз зар заман жыры және тарих. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Бағалау критерийлері: әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазады, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдайды. Шығарманың эстетикалық құндылығы туралы сыни шолу жазуда дәлелдер келтіреді, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты шынайы өмірмен байланыстыра отырып гуманистік тұрғыдан талдайды. Сыни шолу жазуда қазіргі әдеби шығармалардың эстетикалық құндылығымен салыстырады, әдеби кейіпкерлердің гуманистік қасиеттерін талдай отырып тұлғалық болмысына сыни пікір білдіреді. Жақсы балалар, енді өткен сабақты пысықтау мақсатында қазір біз сіздерменен мынандай бейне материалды бірге тамашалайық. Ақын Шортанбай Қанайұлы әдебиеттің зар заман аталған кезеңінің ірі өкілдерінің бірі. Ол бүкіл өмірі мен ақындық дарынын туған халқының Ресей отаршылдығынан тартқан ауыр халін, оның келешегінің мән-жайын жырлауға арнады. Өзі куә болған заманының кемшіліктерін өзгелерден бұрын сезініп, аяусыз әшкерелеуге атсалысты. Қазақ даласына Ресей отаршылдығымен бірге келген қоғамдық, әлеуметтік өзгерістер халықты екі жақты езгіге ұшыратты. Ең алдымен елді жерінен, бас бостандығынан ажыратса, екіншіден рухани құндылықтарынан алшақтатты. Ата-бабалардан келе жатқан салт дәстүрден, тілден, діннен, имандылықтан, ынтымақ бірліктен қол үздіре бастады. Адамдардың мінез құлықтары өзгеріп, жас ұрпақ ата-ананы сыйламайтын жағдайға келді. Елді парақорлық, бақталастық, билік құмарлық сияқты келеңсіз өзгерістер жайлайды. Осыны көзбен көріп, жүрегі қанжылаған ақын бұл тығырықтан құтылар жол іздейді. Оны таба алмағандықтан, сол өзі өмір сүріп отырған заманнан көреді. Қазақ қоғамындағы жат қылықтардың бәрін ақыр заманның белгісі деп түсінеді. Шортанбай ақынның зар заман өлеңдер топтамасы бір дәуірдің айнасы. Жаңа заманның болмысынан түңілген, халық қамын ойлаған ел ақсақалының, азамат ақынның жан айқайы, толғаныс тебіренісі. Жақсы балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Шортанбай Қанайұлы зар заман өлеңінде өзі өмір сүрген заманда ұрлық-қарлық, зорлық-зомбылық, озбырлық белең алып, елден бірлік, адамдардан адамгершілік кеткенін айқын аңғарта отырып, өткен күндерді аңсайды. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Шортанбай Қанайұлы жырлаған заман бейнесі туралы 4 сөйлем стратегиясы арқылы сыни шолу жасаңыз. Дескриптор: Шортанбай Қанайұлы жырлаған заман бейнесі туралы сыни пікір айтады, өз ойын, пікірін дәлелдейді, толғаудан мысал келтіреді, қазіргі заманмен салыстырып қорытынды жасайды. Екінші тапсырма: жыр жолдарынан ақынның зар замандағы адамның жаңа тұрпатын аңғартқан тұстарын анықтап, ойыңызды дәлелді жеткізе отырып эссе жазыңыз. Зар заман толғауынан үзінді. Заман ақыр болар да, алуан-алуан жан шықты. Қайыры жоқ бай шықты, сауып ішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ, ақша деген мал шықты. Жарлы кедей жоқ десек, қорлықпенен күн өтер. Байлар ұрлық қылады, көзіне малы көрінбей. Билер жейді бараны, сақтап қойған сүріндей. Заманың сенің құбылды, текеметтің түріндей. Дескриптор: үзіндіден зар заман адамның болмысын анықтайды, ойын дәлелді жеткізіп, эссе жазады. Бүгінгі әдебиет сабағымызды қорытындылау мақсатында кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Бұл сабақта сіздерге не қиын болды? Қиындық туына не себеп болды? Бұл қиындықтарды ненің көмегімен еңсердіңіз? Сұрақтарға
өз ойымызды айтып отырып қысқаша түрде жауап береміз. Үйге тапсырма: зар заман өлеңін мәнерлеп оқу, қалауларыңыз бойынша үзінді жаттау. Осымен біздің әдебиет сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.